наурыздағы серуенімен сіздермен бөлісейін деп шештім. Наурызда барлық жер жабық болғандықтан медеуде өткізейін дедім. Биікке қарай көтеріліп келе жатырмыз. Мен негізі Алматыға жиі келіп тұрамын. Былтыр келген болатынмын. Бірақ медеуге соңғы рет 2015 жылы келдім, қателеспесем. Мынандай керемет табиғатқа қарап, былтыр Алматыға келгенде неге медеуге соқпағанмын деп ойланып отырмын да. Шетелге шықпай-ақ өзіміздің Қазақстан табиғаты керемет болып тұр ғой. Ал біз медеуге келдік. Бұл жақта әлі қыс болып тұр. Бөлемнің келіншегімен келдім. Мына ступенькалармен шығамыз. Басына дейін жету керек. Мына канатный дорога адам мінгім деп жатыр. Осы лестницаға жетем дегеннің өзіне шаршап кетті ғой. Біз арасында демалып алып жатырмыз. Өте қиын. Ентігіп кетті ғой. Әлі мынанша лестницадан шығуымыз керек. Бірақ маған осындай погода ұнайды. Таза ауада. Күн ыстықтан гөрі. Шаршап келе жатырмыз. Менің ентіккенмен әңгімеңіздер. Так, біз мына жерде тағы демалып жатырмыз. Медеу жақ кеше 21 наурыз күні каток сезоны аяқталған екен, өкінішке орай. Кеше келгенімізде үлгеретін едік. Бүгін уже жабық. На, екі жігіт менің ағаммен бөлем. Ойбай, оларды демалға кіріп кеткен сен түсіріп отырсам. Бізге демде жетіп алды. Солардың келгенін күтейік енді. Так, медеуде адам өте көп. Қайта мен жаңа біразын түсіре алмай қалдым. Мына канатный дорога мінгім келіп отқаннай. Бір кофе ма, бір нәрсе алып алу керек болды. Ары қарай жалғастырып шыға беремін енді. Я выполнила задачу. Когда поднималась, еще не была. Мына жерде жол тар екен. Еще биік. Наконец-то біттік лестницаны мініп, мінеки. Ең жоғарыда тұрмыз. Күшті. Енді суретке түсу керек. Біз суретке түсіп біттік. Енді төмен қарай түсу керек. Уже кеш батқаннан кейін суып бара жатыр жаңа. Ешқандай суығымыз еді. Төменге қарай түсеміз енді. Ал біз төмен қарай түсіп бара жатырмыз.
Төмен қарай түскенде телефонды ұстап жүре алмаймын. Опасно. Түскен кезде бір көрсетемін енді. Біз лестницаның барлығынан түстік, енді тағы да төмен қарай түсеміз. Шаршап кеттік, төмен қарай түскен оңай ма десем. Қайта төмен түскенде аяғым ауырып кетті менің. Кофе аламыз деп, кофені де алмадық. Қимайсың бірақнан, иә? Негізі спортивный киім киіп, келу керек. Жылы киініп. Түскесін түсірем қалғанын. Жақындап қалдық. Мына жақ биік, шаршатып жүреді адамды ше. Түсіп келе жатырмыз. Жаңа қай жерден көрдім? Мына жақтан бір су ағып тұр. Қай жерде? Күшті болып тұр. Уже төмен түскеннен кейін ба, жылып қалған сияқтымыз. Или жүріп келе жатқаннан кейін денеміз қызды ма білмеймін. Қармен жүріп келе жатырмын. Мына биіктерін айналып жүріп қалатын. Так біз төменге жетіп қалдық. Күн батып барып жатыр. Енді пробкаға кездесетін шығармыз қазір.